Қазақстанда танымал адам қайтыс болды. Сәлеметсіз бе, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Алматылық Хан Тәңір клубының 19 жастағы футболшысы көз жұмды. Алматылық Хан Тәңір клубының шабуылшысы Диас Төлеу көз жұмды. Ақпаратты Қазақстан футбол федерациясы растады. Федерация өкілдері марқұмның туыстарына қайғыра көңіл айтты. Қазақстан футбол федерациясы Хан Тәңір клубының шабуылшысы Диас Төлеудің мезгілсіз дүниеден өткенін қайғырып қабыл алды. Жастығына қарамастан футболға деген ынтасы мен таланты арқалы көзге түскен Диастың өмірден ерте кетуі орны толмас қаза. Бұл ауыр сәтте оның отбасының, жақындарының және командасының қайғысына ортақпыз. Диастың ата-анасына, туыстарына және де барша жақындарына шын жүректен қайғырып көңіл айтады делінген хабарда. Біз өз командамыз атынан оның отбасы және жақын достарына өз көңілімізді білдіреміз.